Ay mектеп. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыл аспен тоқылық. Осы өлең жолдарында адамды мектепке тартатын бір жылылық бар, иә? Иә, Ыбырай Алтынсариннің мына өлең жолдарын тыңдасаң, дәл қазіргі күн туралы айтып жатқан сияқты. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аға, Ыбырай Алтынсарин қай кезде өмір сүрген? Ол 19 ғасырда өмір сүрген. Қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш рет 2 сыныптық қазақ мектептерін, Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ол кісі қазақ жастары арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш салған. Ол қазақ қыздары үшін Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде мектеп-интернат аштырған. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнаған. Балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Ол өнер білім туралы ғана жазған ба? Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер, білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат. Мен оның талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, таза бұлақ, басқада көп деген әңгімелерін оқыдым. Сізге сол әңгімелердің ішінде ең қатты ұнағаны қайсысы? Бұлардың бәрі де өте жақсы әңгімелер. Мен Алтынсариннің мақалмен аяқтайтынын ұнатам. Мысалға, әке мен бала әңгімесін айтып берейін. Бір кісі 10 жасар баласын ертіп, егістіктен қайтып келе жатады. Бір кезде жолда жатқан сынықтағаны көріп, баласына алып жүрші дейді. Баласы сынықтағаны қайтеміз деп алмайды. Әкесі өзі еңкейіп алады да үндемей жүре береді. Темірші ұсталарға кездесіп, тағаны соларға сатып, ақшасына шие сатып алады. Жолда шиені бір-бірлеп түсіріп тастап отырады. Баласы үндемей, еңкейіп, алып жеп келе жатады. Бір кезде әкесі, көрдің бе, бағана бір рет еңкеуге ерініп едің, есесіне 10 рет еңкейдің. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанағат тұтпасаң, көптен құр қаларсың дейді. Таза бұлақ әңгімесіндегі 3 жолаушының тастағы жазуды оқып, өз пікірлерін білдіруі маған ерекше ұнады. Әсіресе, көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Көңілің сол секілді сыртқа ашық көрініп тұрсын дегенін мен еш қашан ұмытпай есте сақтап жүретін болам. Ыбырай Алтынсарин өз кезіндегі ғана емес, қазіргі замандағы адамдарды да тәрбиелеп отырған нағыз ұстаз екен. Қазірден бастап өзімде оқып танысайын.
Қайталайық. Ыбырай Алтынсарин. Қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш 2 сыныпты қазақ мектептерін, Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ыбырай қазақ жастар арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш жұмсайды. Ол қазақ қыздар үшін Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде мектеп-интернат аштырған. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнаған. Балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат. Мысалы, талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, таза бұлақ, басқа да көптеген әңгімелері аталған тақырыптарда жазылған.